Мұратқали дейтін ақсақал болды. Бұл адамдың балуандық тарихы 17 жасында Жеменейдің мына Меркі тұруының Алтайдағы бір асында балуанға арысқа түскен екен. Сол кезде арысқа түсіп барып бұл кісі сол мына қолмен де аяқпен де шалатын адам екен. Сонда сол аяқпен шалып балуанды жыққан екен. Сонда ол жығылған балуанның ортан жілігі үзіліп бұл кісінің оң жақ тізесінің тобығы шығып кеткен екен. Осыдан бертінде көрдік, сол анда-санда солар күш келгенде буыны тайып кеткен екен, соны қолма-қол түзеп арысқа түсіп жүр. Мысалы, бір жыл мына Қарағайты деген жерге астық егеді, осында бір жатақ бар. Бұл жатақта ұзын зал бар, бір қатты боран соғып, сонда мәтжас сынып кеткенде бұл кісі орнынан ұшып тұрып барып иығымен көтеріп мәтжаны тұрып, жатақтағы 20-30 адамды қорғап қалды. Бүгінде Қобықсарының жас балуандар қосыны кешегі баба күшін жалғастырып келеді. Еркінбек Исләмбекұлы және Еркін сынды балуандар әне соның айғағы. Тағыда бұл аумақта Намжыл, Шәріптей Айтулы Оташы, емшілер Уызбай Удырбайұлы сынды 5 саусағынан өнер тамған қисагер, домбырашы, атбегі, құсбегі өткен таңғылым. Ағартудың алғашқы шамын жаққан Ахмет Исқағып, Зорап Ағатұлы, Байжұма Жақыбұлы, Нұрсами Жәминұлы, Батталбек Ошақбайұлы, Енка сынды ағартушылардың даңқты есімі жүр ұрпақ санасында. Ал 1950 жылдардың өзінде Астанадан әйгілі Шенқуа дәшесінің партасынан білім алған Шамар Рымқан қызы қатарлы зиялылардың тұғыры декен бұл дала. Мемлекет құрылу салтанатының әскери паратынан өтудегі ту көтеруші офицері Ли Гуаньин мырза 1961 жылдан өмірінің соңы 2000 жылға дейін Қобықтың Сағанкөл ауылында қарапайым диқан болып өтуі айса таусылмас тағы бір хикая. Жас тапқыршы Құрыш Жұмабекұлы тапқырлаған күнмен айдың тұтылу уақытымен көрінетін өңірді күні бұрын дәл есептеп шығуға болатын автоматты құрылымы мемлекет жағынан пәтент құқығын алып, Қобықсар халқының тағы бір мақтанышына айналғалы қашан. Қатысты материалдарға қарағанда Қобықсар ауданының тарихына 1901 жылы тұңғыш мектеп құрылған. Азаттықтан ілгері ауданымызда мына Тепкі суды, қазіргі Тепкі су ауылдығы Бүйрек мектебі, Күйтік мектебі, сонымен бірге мына Долант мектебі қатарлы 6 мектеп болып, бұнда 300-ге жуық оқушы. Қазіргі ауданымыздың оқу-оқыту қызметін алып айтқанда оқушылар қосында біршама күшейтіліп, биыл